Қазақстан Республикасының білім туралы заңнамасында білім беру ордасындағы жеке тұлғаның физиологиялық және рухани мүмкіндіктерге жетілдіру, салауатты өмір салтының қарапайым негізі, адами қасиеттерін қалыптастыру, шығармашылық потенциалын арттыруда қолайлы жағдай туғызу ең негізгі міндеттер екені мәлім. Осы орайда еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 100 мектеп, 100 аурухана мемлекеттік бағдарламасы аясында Түркістан облысы Төле би ауданының орталығы Ленгір қаласында 2010 жылы 30 тамыз күні жаңашылдығымен тамсандырған көлемі 19.000 шаршы метрді құрайтын мұғалімдер мен қызметкерлердің шығармашылықпен жұмыс жасауына және оқушылардың сапалы білім мен саналы тәрбие алуына жағдай жасалған жаңа ғимарат есігін айқара ашты. Арқау беретін 360 орынды асхана жабдықталды. Оқушылардың эмоционалдық тұрақтылық жағдайына баса назар аударатын, өзінің ізденімпаздылығы мен іскерлігі нәтижесінде жаңа жолды биік шыңға жетелеуде жол көрсете білген мектебіміздің алғашқы директоры Темірбеков Зайдулла Арлыбайұлының жарқын бейнесі әр шәкірт пен ұстаздың жүрегінде. Білім тәрбие беру жолында жетістіктерге жету кепілі мұғалімдердің дарындылығы, білімі, балаға деген сүйіспеншілігі. Ұлы Абай үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек десе, бойында осындай қасиеті бар ұстаз, ізденімпаз басшы Жамбыл Орынбаев жоғарғы санатты 13, бірінші санатты 35, екінші санатты 26. Білім сапасын арттыру жағдайында, пәндік құзыреттіліктерді жетілдіру жолында мектебіміз өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының Түркістан облысы және Шымкент қаласы бойынша кәсіби дамыту институтының филиалымен бірлесе отырып, оқу сабақтарын, семинар тренингтер, шебер сыныптарды ұйымдастыруда. Ұстаздарымыздың кәсіби шыңдалу жолында қосқан үлесі үшін өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы тренерлерінің еңбегіне алғысымыз шексіз.